Барыңыз сәлем достар. Бүгін мен сіздерге өзімнің қазіргі жаттығып жүрген өз қолымдан жасалған жаттығу залымды көрсететін боламын. Иә, мұндай видео менің арнамда бар. Бірақ ол кезде біздегі видео сапасы нашар болды және де тағы да қазіргі кезде залдың өзгертілген жақтары бар. Сондықтан біз қайталап түсіргенді жөн көрдік. Олай болса, достар, видеомызды бастаймыз. Айналдырмай толық көрулеріңізді сұраймын. Көріп тұрғандарыңыз бұл мендегі турник. Бұл жай ғана турник емес, бұл универсальный турник. Приседания және жымлеж жаттығуын жасап болғаннан кейінгі штанга ілетін ілгіш бар. Бұл ілгіштерді жасағаным туралы видео менің арнамда бар. Сілтемесі видеоның астында болады. Сол жерден көрсеңіздер болады. Мұнда бір тағы айта кететін нәрсе, бұл приседания және жымлеж жаттығуында бізде страховка қызметін атқаратын екі жіп бар. Яғни жоғарыдан салбыраған екі жіп осылай сақтандырады. Және бұл турникте кроссовер орнатылған, осылай жылжытып, астындағы салмағы кез келген салмақ салынады, еркін салмақта. Және осындай вертикальный тяга широким хватим. Және осылай өзімізді көтеріліп кетпес үшін байлап, жоғарыдан кең хватта және узким хватта тарта аламыз. Және арқа мен қолға арналған жаттығулар жасауға болады. Салмақтары оңай алынып, оңай салынады. Осылай кроссовер жаттығуында жеңіл салмақтармен жасауға тура келеді. Сондықтан біз салмақты азайттырып жасайтын боламыз. Көріп отырғандарыңыз универсальный брусья. Біз бұл брусьяда тек кеудеге ғана жаттығу жасап қоймай, арқаға және қолға тағы да басқа денемізге жаттығу жасай аламыз. Көріп отырған шынжыр арқылы біз кез келген жаттығуды жасауға мүмкіншілік ала аламыз. Және кең хватта ұстап жасай аламыз. Салмақты азайтып қолға және тағы да басқа жаттығулар жасауға болады. Және менде Z grip бар. Кез келген салмақта еркін салмақ салынады. Салмақтары азайып көбеймейтін екі гантель бар. Және блинилар. Штанганың грифі бар. Екі қолтырмақ. Салмақтары тұрақты екі гантель. Және блинилар. Және бір гир. Және гантельге арналған 4 гриф. Және Z гриф. Е-мая, бір келден аңғырсыз. Мен бәрін кезде қалай жасағанын, мына жерге тізіп қойғанның өзі қанша уақыт алды. Қалай Сол ғой. Достар, көп уақыт істедім бәрін. Анетке лайк басып, каналына подписывайтесь. Және менде скамья универсальный. Бұл скамьяда гиперэкстензия. Өздеріңіз көріп тұрғандай бұл скамья кез келген градуста қойылады. Астында осындай жібі бар. Осыны тарту арқылы кез келген икемге келтіруге болады. Және кеуденің астына арналған осындай керемет жаттығу жасауға болады.
және де иыққа арналған жаттығу жасауға болады. Достар, осымен менің видеом өз соңына да келіп жетті. Егер де видео ұнаса лайк басып, каналға жазылып, достарыңызбен бөлісулеріңізді сұраймын. Келесі видеода кездескенше.